Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырып математикалық маятник көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау. Математикалық маятник дегеніміз не? Математикалық маятник ұзын жіпке ілінген ауыр жүк немесе шар. Жалпы математикалық маятниктің периоды маятниктің жібінің ұзындығына тәуелді болады. Және оның формуласы Т тен 2π түбір астындағы L бөлінген G-ға тең болады. Және осы өрнек арқылы біз еркін түсу үдеуін анықтайтын боламыз. Жұмысқа кірісетін болсақ, бізге керекті құрал-жабдықтар штатив, жіп, секундомер, жүк және сызғыш. Жұмыстың орындалуына келетін болсақ, бірінші парта шетіне тұрғыны орнатып аламыз. Содан тұрғыға сақинаны бекітіп, оған жіпке байланған денені ілеміз. Содан жіп ұзындығын сызғыш көмегімен өлшеп аламыз. Мұнда маятникті тепе-теңдік күйінен 5-8 сантиметрге ауытқытып, содан соң жіберіп отырамыз. Толық 40 тербеліс жасауға кеткен уақытын секундомер көмегімен өлшеп алатын боламыз. Содан кейін 3 рет өлшенгеннен соң орташа уақытты тауып, формулаға салып есептеп аламыз. Өлшенген нәтижелерімізді кестеге енгізіп аламыз. Содан барып керекті формулаларға мәндерді енгізіп есептеп алатын боламыз. Математикалық маятниктің формуласынан еркін түсу үдеуін шығарып, ықшамдап, өрнектеп алатын боламыз. Сол формулаға мәндерді енгізіп есептейміз.